Булатов Борис 1918 жылы Семей облысында туған. Самарқанд кентінде военстройда жүк тасушы болып жұмыс істейді. 1942 жылдың 15 қыркүйегінде Қарағанды қаласының Киров аудандық әскери комиссариатымен шақырылды. 44-ші атқыштар дивизиясының 305-ші Қызыл тулы атқыштар полкының кіші сержант Волхов майданында соғысты. Ленинградтың қоршауын бұзу мен жою бойынша шайқастарға қатысты. Ленинград облысын азат етті. 1943 жылдың 30 қазанында 2-ші батальон Волхов өзінің батыс жағындағы 3-ші батальонның шепті қабылдаған және сол жерде толық бейімделіп үлгермеген кезде жау батальонына орналасқан жеріне 100 адамнан тұратын күшті шабуыл жасады. Жолдас Болат бірінші болып шабуылға көтерілген жауды байқап шайқасқа белгі берді. Бұл шайқаста кіші сержант Болатов ерекше ерлік пен батылдық көрсетті. Бір қадам артқа шегінбей ол өз автоматын шабуылдаушыларға қарай атып, оларға қол гранаталарын лақтырды. Жеке құрамның беріктігі мен батылдығының арқасында жау үлкен шығынға жеңіліске ұшырады. Бұл шайқаста жолдас Болатов жеке өзі 5 гитлерлік солдатты жойды. 1944 жылы 15 наурызда ұрыста қаза тапты. Ленинград облысы Сошихинс ауданының Қапыралы ауылында жерленген.